Мен тамырдан қан алу, біріншіден біз қолымызды 111 бұйрық бойынша жұмысқа дайындап аламыз. Қолғап киеміз, асептик ережелерін сақтап, крафт пакеттен шприцті құрастырамыз. Пациентті отырғыздырамыз. Шешетін жерді дайындап, қолмен басып көреміз. Шынтақ иінінің астына пленкалы жасықша қоямыз. Иықтың 2-ден 3 орта бөлігіне бұрама саламыз. Және де пациентке қолыңызды ашып жұмып жұмыс істеуін сұраймыз. Спиртке батырылған 2 мақта түйіршігін алып, біреуімен кең ауқымды, екіншісімен тесетін жерді сүртіп аламыз. Шприцті оң қолымызға аламыз. Екінші саусағымыз иненің канюля бойында болуы қажет, ал қалған саусақтарымыз цилиндр бойында. Сол қолымыздың бір саусағымен көк тамырды бекітіп аламыз. Шприцті теріге параллель бағытта ұстап, иненің 1-3 бөлігін тамырға кіргіземіз. Сол қолдың саусақтарын босатып, поршенді өзіңізге тартып, қан бар ма екенін тексереміз. Көк тамырға түссеңіз, шприцке 5-10 мл қан сорып аламыз. Және де бұраманы босатып, тескен жеріңізге 3-ші мақта түйіршігін басып, инені алып шығамыз. Пациенттің қолын шынтақ иініне қысып ұстауын сұраймыз.